Мотоциклдерге қалай аварийка қоюға болады? Міне бұл өзімізде сатылымда тұрған GB маркалы мотоцикліміз. Моторына гарантиямыз бар. Енді бұларда да аварийка қосылған. Қазіргі мотоциклдерде дерліктей бар. Сонымен қатар мафеттерде де аварийка бар. Енді мынау әзіргі сатылымға дайында жатқан M12 мафетіміз. Осының аварийкасын сіздерге көрсете кетейін. Енді бұлардың тоқ жолдары туралы, мотор туралы толық видео салатын боламыз. Алдыда каналға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Өздеріңіз суретте көргендей, поворотқа 3 тоқсым келіп тұрады. Мынау ақ сұр, одан кейін қызыл сары, одан кейін көк. Осы 3 тоқсым келіп тұрады. Мына ақ сұр келетін түк. Бұл жаңағы поворотың датчигінен келеді. Осы датчиктен келген ақ сұр тоқты кнопка көкке қарай қосып беретін болса, онда оң жақ поворот жанады. Ал енді бұны қызыл сарыға қарай қосып беретін болса, сол жақ поворот жанады. Егер осы келген ақ сұр тоқты қызыл сарыға да көкке де екеуіне бірдей қосатын болса, аварийка болып жұмыс жасайды. Дәл осы схема бойынша аварийка қосып алуларыңызға болады. Алдыда тоқ жолдарының өзін толық схемасын түсіретін боламыз. Мотордың да видеоларын салатын боламыз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, қолдап отырыңыздар.